Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен кешкі асқа сорпа дайындайын деп жатырмын. Тез әрі жылдам дайындалады. Бізде осындай кішкене сүйекпен етті мұздай суымызға салып алдық. Енді қазір газымыздың астын қосып, сорпасы қайнағанда көбігін алып, картошкасын салып, және вермишелін сала саламыз. Тез әрі жылдам дайындалатын сорпа. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Біздің сорпамыз қайнады. Енді астын кішкене басып қойдым. Өзі баппен қайнағанын күтеміз. Ет енді жұмсар пісіп келе жатқанда 4-5 картошканы турап салып жіберетін боламыз. Сорпамыз қайнап жатыр әдемі болып. Енді осындай үлкен ас қасықпен тұзымызды саламыз. Міне достар, мен сорпамның картошкасын ашып, жуып тазалап алдым. Енді осыны турап сорпамызға салатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Мұздай суымызды құйдық, етімізді салдық, қайнағанда көбігін алдық, астын басып қойдық. Баяу отта етіміз пісіп жатыр. Кішкене жұмсара бастағанда картошкамызды салайын деп жатырмын. Енді сіздерге неше картошка керек, өздеріңіз. Менің қыздарым картошканы жақсы көреді, сол себепті мен кішкене молырақ қосып жатырмын. Қазір енді картошкасы пісіп қалды дегенде, үп-сақ вермишелімізді сала саламыз. Сонымен сорпамыз дайын болады. Үй жағдайында тез дайындалатын сорпамыз. Міне осылай барлығын турап алдым. Енді сорпамызға салатын боламын. Міне сорпамызға картошкамызды салдық. Енді осылай ақырын бұлғап жібереміз. Етімізді пісіп жатыр. Қайнап отқан суымызды құйып жібереміз. Сорпамыз да қайнап жатыр. Осылай картошкасы да пісіп қалды. Еті жіп жұмсақ болып тұр екен. Енді қазір етімізді турап салып жіберетін боламыз. Осындай жіп-жіңішке, яғни тез пісетін вермишеліміз керек. Міне етімізді алдық, енді сорпамыз қайнап жатыр. Вермишелімізді салып қойдық. Біздің сорпамыз да дайын болып қалды. Енді қазір етін турап салып жіберетін боламыз. Сонымен сорпамыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сорпамыз осылай дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді тек құямыз. Сіздер де жасап көруді ұмытпаңыздар. Міне біздің сорпамыз осылай дайын. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.